Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Жарма ауданының Шоқан Уәлиханов атындағы негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Рахимова Дина Серікқызы боламын. Бүгін дайындаған сабағым 4-ші сынып бойынша дүниетану пәнінің ғарышқа саяхат бөліміндегі 30-ші сабақтың менің құқықтарым мен міндеттерім тақырыбын оқыту және білім үйретудің ұтымды тәсілдері туралы. Дүниетану пәнінің оқыту бағдарламасының мақсаты Конституцияның қоғам өміріндегі маңызы туралы қорытындылар жасау. Сабақтың мақсаты Конституцияның адам өміріндегі маңызын оқушыларға түсіндіру, білім алушыларға Қазақстан азаматының құқықтары мен міндеттерін таныстыру. Сабақтың мақсатына жету үшін және білім алушыларды жаңа біліммен қаруландыру үшін қолданылған стратегияларым. Бұрын білген білімді жаңа біліммен толықтыру. Жаңа білім, жаңа ақпарат үйрену. Алған білімдерін өмірде қолдана білуге бағыттау. Мақсат қою, оған жетуге шабыттандыру. Белгіленген стратегияларды жүзеге асыру барысында қолданылған әдіс-тәсілдер: додекадр әдіс-тәсілі, теңге ілу ойыны, көзбен көр, құлақпен есті тәсілі, ақпаратты ізде тап тәсілі, сөйлемді аяқта тәсілі, эссе, оқушылардың шығармашылық жұмыстарына арналған. Ең соңында сабақтың қорытындысын жасау, менің пікірім құнды тәсілі. Өзімнің жүрегімнің қалауымен жүзеге асырған әрекеттердің нәтижесінде сабақ мақсатына жетті. Осы сабақ барысында оқушыларым белсенділіктерін танытып, өздерінің білімге құмар әрекеттерін көрсетті. Әр білім алушы шығармашылық әрекетінің арқасында көптеген жетістіктерге жетті. Тез бақтыр. Алады тез. Қазақстан Республикасының президенті кім? Қазақстан Республикасының президенті кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Келсеңіз бе? Келсеңіз. Бексұлтан, 10 теңге іліп алған. Арғарай кезетпен арғарай. Мынау болды. Мынау алабын. Білім алатын алғашқы оқулық әліпбет. Әліпбет дұрыс па? Жақсы, арғарай келесі. Кім? Ерасыл тез. Қайсы мына жерде бір мынау ма жоқ мынау алабын. Астындағысын. Мына аттестеп қоймалады. Қазақстан қандай мемлекет? Қазақстан бейбіт және де тату мемлекет. Жақсы. Арғарай. Міне тұр. Ане тұр, Конституция не жазылады? Конституцияда ол заңдар мен тәртіптер жазылады. Тәртіптер. Жақсы. Тағала ғой. Анда қойсын. Тыныш. Бала тәртіп сақтаймын. Мына жерде тағып отырмын. Антағы несе аяламын жерде тыныштымде. Алам. Қазақстанда қанша облыс бар? Өзі айтады. 14. Мен айтайыншы. 17. 17, 2 облыс бөлінген. Ақшаны Sí, Konstitusiyaning adam ömründeki mağazını değilsin. Si, Қазақстан азаматтарының ғалым міндеттері жайлы оқытқан асасы.
Конституция сөзінің мағынасын сөздіктен қара. Сен Қазақстанның азаматысың. Қазақстан Республикасының Конституциясында еліміздегі азаматтардың құқықтары мен Oyun sandal sınıfıydı. Oktuk var. Najede sandal yazılıp o ne turalı aytılgan eken, kalay деп ойлайсың. Bu жерде жаңағы баптар екен. Бірақ ол баптардың ішінде таралардың өздері жазылған ба? Жоқ, жазылмаған. Сіздер міндеттеңіз қазір сол тарауларды әр параққа орналастыру. Дайынбыз ба? Дайынбыз, жақсы. Баптарды мен орналастырып қойдым. Артын келеді өзінің санына сәйкес баптар жазылып тұр ғой сендерге. Оның тараулары осы жерден тауып аласыздар. Келдік па, Бек Сұлтан келе ғой. Тезбек. Бек Сұлтан келіп, мына қатардан аяла келіп ала береді. Келе ғой аяла. Кішкене былай тұрыңыз, иә? Келесі балада. Жан жерікпен сақып келе ғой. Қате сақтың ба? Қате сақтың ба? Бәк келіп қарап ал. Келі ер асылмен кім келеді? Бағдаулет келе ғой. Bağlanıp geliyor. Bir Sultan sen kaydadan gelirsin mi geliyor? Gel. Тұрған үйде қол соғылмайды. Соттың шешімінсіз тұрған үйде айыруға жол берілмейді. 4-ші бап заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Келе ғой, келесі дайын. Бағдаулет дайын болсам келе ғой. Айта ғойман, бұл да? 26-ші бап сөзбен шығармашылық еркіндік кепілдік беріледі. 14-ші бап республикалық азаматының елін ұлтына тіл мен намы саны тиюге кемсітуге болмайды. Так, сақып келе ғой. Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт әрі қараусыз жиналыстар митингілер өткізуге құқылы. 33-ші бап Қазақстан Республикасының азаматтары сайлануға және сайлануға референдумға қатысуға құқығы бар. Жақсы, қалау. Келесі, бағынып келе ғой. Заң жүзінде еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. 19-ші бап әркім ана тіліне төле мәдениеті пайдалану, қарым-қатынасы тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін татуға алуға құқығы бар. Söyle. Тұрғын үйге қол соғылмайды. Сот шешімінсіз тұрғын үйден айырмайды. Бұл бізде менің зат. Мынау біздің барлық құқықтарымыз. жазылған құқықтарды қайталап шықты. Сіздер дұрыс таптыңыздар сандарға сәйкестігін сандар сөйлеуді тапсырмасын дұрыс орындадыңыздар, дұрыс таптыңыздар. Сонымен біз айтсақ Қазақстан Конституциясында жазылған
құқықтарды дұрыстап реттеп таба алдық па? Таба алдық, жақсы. Рахмет сіздерге. болу, ескерткіштерді қорғау, отанды құрметтеу. Дұрыс. Мен міндеттімін, мен сабақ оқуға міндеттімін, ата-анамды тыңдауға міндеттімін, және де ағаш гүлдер жылға өсіруге міндеттімін. Мен табиғатты қорғауға міндеттімін, және де теректерді сындырмауға міндеттімін, заңды бұзуға міндеттімін. Дұрыс па? Құқықтар мен міндеттерді оқып шықты. Сіздер өздеріңіз білгендеріңізді түгелін тақтаға орналастырдыңыздар. Жаңақта жаздыңыздар. Енді бізде дәптердің ішінде тапсырмалар бар екен. Дәптердің ішінде сіздерге берілген суреттер бар. Сол суреттердің ішінде сіздер әркім өзінің құқық па міндет па соны дәптердің ішіне орналастырып жазасыздар. Ол бізде 30-ші сабақ 57-ші б дәптеріңізді ашыңыздар. Тексеремін. Мынандай тапсырма болған мен қараңыз не қараймыздар. Бұл жерде біріншіден суреттердің астына құқықтарды жазу керек болған. Соңынан ол мына жерде бізде не істеу керек болған? Міндеттерді, құқықтарды ажырату керек болған. Енді Бағдаулет қазір қарап тұрады. Мен Бағдаулеттің дәптеріне екеуміз бірге тексеретін боламыз. Мына жерде қарап тұр. Біріншіден сендер білім алу дейді. Ол сөздігі дұрыс дейді. Екінші, мамандық таңдау деп дұрыс жазыпсыз. Үшінші суретте сізде денсаулық сақтау деп тұр, дұрыс. Төртінші суретте сізде дауыс беру дейді. Референдумға қатысу дейді, дұрыс. Төртінші суретте бейбіт шерулер өткізу дейді, дұрыс. Мен ел сотын жұмысын тексердім. Ода бірінші тапсырмада білім алу дұрыс, мамандық таңдау дұрыс, денсаулық сақтау дұрыс, референдумға қатысып дауыс беру дұрыс, бейбіт шерулер өткізу дұрыс, ел асыда бірінші тапсырма дұрыс, және де екінші тапсырмада дұрыс. Неше балл қойдым? 10-нан 10. Мен жансеріктің дәптерін тексердім, және де ода сабақ оқу дұрыс, мамандықтан дұрыс, емделу дұрыс, дауыс беру дұрыс, демалу дұрыс, ақпарат алу дұрыс, және де шегеру қатысу дұрыс. Неше балл? Екінші тапсырмада дұрыс. Екінші тапсырма екеуді? Екеуі де дұрыс. Мен оған 10-нан 10 бердім. Бүгін өткен тақырып бойынша сіздерде эссе жазасыздар. Эссенің тақырыбы еліміздің азаматы және мектеп оқушысы ретінде мемлекет үшін не істей аламын деген тақырыпта эссе жазасыздар. Уақыт кетті. Еліміздің азаматы және мектеп оқушысы ретінде мемлекет үшін не істей аламын? Мен Қазақстанның азаматымын. Мен өз отанымды жақсы көремін. Мен өз отанымның өсімдіктерін және ескерткіштерін қорғаймын. Эссе еліміздің азаматы және мектеп оқушысы ретінде мемлекет үшін не істей аламын? Мен Қазақстан азаматымын, сонымен қатар оқушымын. Мен ауаны тазарта аламын, ағаш еге аламын, қоқыстарды тазалап, қоқыс тастамаймын. Біз оқушы болсақ та Қазақстанды көркейте аламыз. Ол үшін біз сабағымызды жақсы оқу керек, сонда ғана болашағымыз жарқын болады. Мемлекет үшін не істей аламын? Мен елім үшін ағаш, гүл өсіре аламын. Тағы мектепте олимпиадаларға қатысып орын алып, және де қоқыс тастамаймын.
Tamam, жақсы жерге енді жақсы. В. В nima? В. В ya? Ha. Dұрыс екен. Bir сұрақ. Dayындалыңыз, екінші сұрақ. А. Дайынсыз ба? Дайын жауап, дұрыс екен. Екі сұраққа жауап беріңіз. Үшінші сұраққа дайын отырыңыз. Сөз бостандығы. Қайсы сұрақты таңдап тұрсыз? Өз бостандығы. Өз бостандығы? Жауабыңызды көріңіз. Қате дейді. Конституция қандай ұғым береді? Қай сұрақты таңдайсыз жерді қарап? Мемлекеттің негізгі заңы оны жоғары ғана көші бар құқықтың құжаты. Жауап А, Б ма? Дұрыс, шапалақ. Келесі. Бесінші сұрақ. Дайынбыз ба? Бала болып кімге саналады? Бала болып. 18 жасқа толмағандар. Таңдадық. Жауап дұрыс. Алтыншы сұраққа дайындаламыз. Үш сұраққа жауап. Қайсан? Қай жауапты таңдайсыз ал? Азаматтық құқық. Азамат. Төртінші ма? Бұл жауабы ма? Ама. Азаматтық. Екі ма? Ал. Bir bal қосып алды. Қарай. Сұрақты. Екі жүйелі дейді. Жетінші сұраққа дайындаламыз. Алма? Қоғамдық құқық па? Енді қандай нақты біреуін ал? Қайсыны? Бұны алдың ба? Қате. Бексұлтан келе ғой. Бексұлтанда және екі сұрақ дұрыс болған, иә? Келеміз. Барлық деген жауап. Дұрыс. Жақсы. Азырай, тоғызыншы сұрақ. Отбасылық құқық бұзушылықтар қайсы болады? Балалар жастар беру. Балаларды? Балалар жастар. Заңсыз тәрбиелеу деді. Қане көрейік? Біз отанымызды мақтан етеміз, иә? Бүгінгі сабақта сіздер білдіңіздер балалардың, азаматтардың құқықтары мен міндеттері туралы. Сонымен қоса балалардың құқықтары конвенцияда қорғалады екен. Соның ішінен сіздер өздеріңіз үшін қандай құқықты оқытыңыздар? Соны қазір мына жерге шығып, тез айтып берсеңіздер. Кеттік. Мен баламын. Мен өз отбасымда тәрбиеленуге құқығым бар. Мен баламын, білім алуға құқығым. Мен баламын, өмір сүруге құқығым бар. Мен еркін тәуелсіз іс болуға құқығым. Мен баламын, тәртіпті болуға құқығым. Мен елімнен мақтанамын. Менің құқықтарым мен міндеттерім. Енді сіздер осы сабаққа қорытынды жасайсыздар, осы тақырыптар сіздер не оқыдыңыздар? Және мен сіздерге қағаздарды тараттым ғой. Соның ішіне сіздер жаздыңыздар, не оқыдыңыздар? Соны кезек-кезекпен айтып бересіздер, не оқыдыңыздар бүгін? Осы құқық пен міндеттер туралы. Бексұлтан, сен бастай ғой. Мен бүгін өзімнің құқықтарым мен міндеттерім туралы білдім. Үлгілі азамат болу үшін өзімнің міндеттерім туралы ойладым. Қағазға қарамай айтылдыңдар, сіздер оны жаттап алдыңдар ғой. Андағы жерде удалить етіп тастаңыз, Бексұлтан. Бексұлтан, сен сөзбен айт. Мен бүгін өзімнің құқықтарым және міндеттерім туралы білдім. Үлгілі азамат болу үшін Естесің. Мен бүгін еліміздің конституциясына мән бермекпін. Оны құрметтеуге міндеттімін. Ол Қазақстан азаматы және де ол баптарды орындауға тиісті. Маған еліміздің заңдары мен құқықтары ұнайды. Мен өз құқығымды бұзауды қалар едім. Мен Қазақстанның конституциясын құрметтеймін. Мен елімнің нағыз патриотымын.